саз аспабы аламойнақ тұтары. Аламойнақ тұтары алқымы, мойыны, сүйекті ойып істелгені үшін, аланақсылар берілгені үшін аламойнақ тұтары деп аталады. Аламойнақ тұтары екіге бөлінеді: құрамалы тұтар һәм қазба тұтар. Құрамалы тұтар менің қолымдағы құрамалы тұтар. Бұл құрамалы ағашлар құралып бір-біріне жабыстырылады. Бұның ұстаның шеберлігіне байланысты. Ұста бұны қауынның тілімлеріндей қылып тіліп бір-біріне жабыстырады. Һәм аламойнақ тұтарында 12 перде, 2 құлақ, 2 тар, тиек, қапқақ, дауыс шанағынан ібарат. Өзбек халық саз аспабы тұтар менен Қарақалпақ саз аспабы тұтарының айырмашылығы айдын перде һәм де шыруан перде менен айырмашылығы айырылып тұрады.